Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сникерс рулетін әзірлейміз. Рулетке қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниесінде бар. Алдымен жұмыртқаға қант қосып, көлемі 2-3 есе ұлғайып, ағарғанша миксерлейміз. Бөлек ыдысқа ұн, какао, разрыхлитель қосып араластырамыз. Кейін жұмыртқалы массамызға аз-аздан қосамыз. Үстіне сұйық май құямыз. Пергамент қағазы төселген противенге қамырды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минут пісіреміз. Піскен соң видеода көрсетілгендей етіп орап қоямыз. Енді карамелін дайындаймыз. Табаға қант салып ерітіп, үстіне ысытылған сливкиді құйып араластырамыз. Кейін бөлме температурасындағы сары майды қосып араластырамыз. Сәл суыған соң арахис қосамыз. Енді кремін дайындаймыз. Маскарпонеге сахарный пудра қосып, бір келкі масса болғанша миксерлеп, үстіне сливкиді құйып, қою крем болғанша араластырамыз. Дайын болған соң кондитер қалташасына саламыз. Енді рулетін жинаймыз. Бисквиттің үстіне алдымен карамельді құйып, үстіне крем жағып, орап қойып, тоңазғышқа қоямыз. Уақыт өткенше шоколадты ерітеміз. Мен су буында еріттім. Еріген шоколадтың үстіне сұйық май қойып, ұсақталған арахисті қосып араластырамыз. Рулетті решетканың үстіне қойып, ерітілген шоколадты құйып, тегістеп, жан-жағына жағып шығамыз. Дайын болған соң тоңазғышқа суытуға қоямыз. Осымен біздің рулет дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.